Ассалаумағалейкум, канал көрермендері. Мынау бізде голландский занен лақ туылды кеше. Ұрғашы, жақсы, өте әдемі. Төстерін, тұмсықтарын қарасаңыз, голландский бәрібір білінеді. Мына осы лақта бізде анасы өте сүтті, 6 литрлік болғандықтан, былтыр бір желінде мастит болған, биыл екінші желінде мастит болып қалған екен. Сол себепті бұл лаққа уыз болмады. Қазір сүт жоқ болып анасында, мастит желіні толық. Сол себепті бізге енді бұл лақты өсіру керек. Теппе! Біз бұл лақты өсіру үшін не істейміз? Қазір сіздерге айта кетеміз. Уыздың да бәрін орнын толтыру үшін. Лаққа біз қазірге 150 грамнан 4 рет сүт беріп жатырмыз. Бір күнде 4 мезгіл. Енді уыздың орнын толтыру үшін біз басқа ешкілерді сауып алдық. Мынау 150 грамдай сүт. Мынау бөдененің жұмыртқасы. Бұл бөдененің жұмыртқасы, калориясы өте бай. Бұл кәдімгі тауықтың жұмыртқасынан 3 жұмыртқаның құнарын осы бір бөдененің жұмыртқасы береді. Біз осыны қазір сүтке араластырып, шайқап беретін боламыз. Күніне 4 мезгіл 150 грамнан. Құдай қаласа, лағымыз өте керемет өсетін болады. Мына видеоның да қазір бөдененің жұмыртқасын жарып алдық. Бөдененің жұмыртқасын толықтай осылай шикідей құямыз. Мына қазір толық құйдық. Енді сол жәндегі бөдененің жұмыртқасы мына құйылды. Оның үстіне құйылған сүтті жақсылап енді араластырамыз. Мынау қазір бізде әзірге осылай лақтар кішкентай кезде осындай меркісі бар, осындай өлшемі бар бутылкалармен берген дұрыс. Қазір мынау 160 грамм болды. Мына 160 грамм болды. Осыны әбден шайқап араластырамыз. Мына жаңағы дайындалған бөдененің жұмыртқасы қосылған сүтті осылай енді лаққа береміз. Қазір негізі әзірге кішкентай лақ, бутылканы да онша алуды қатты біле бермейді. Мына қазір өзі ыңғайлап алды. Мына енді осылай өзі іше беретін болады. Мынау кәдімгі анасының уызы секілді өте құнарлы болады, себебі белок көп. Жұмыртқаның бөдененің жұмыртқасы деген күші өте жоғары, өздеріңізді білесіздер, ол медицинада да дәлелденген. Бір бөдененің жұмыртқасы тауықтың 3 жұмыртқасымен бірдей құнары бар екен. Ал енді тауықтың жұмыртқасын 3-ін бірдейіне лаққа берсек іше алмайды ғой. Ал бір бөдененің жұмыртқасын осылай іше алады. Сонда Құдай қаласа, лағымыз өте жақсы болып өседі. Енді бұл лаққа беруге болады, себебі бұл голландский занен. Голландский занендер қазіргі таңда жоқтың қасы сирек болып кетті. Сол себепті біз осылай жақсылап өсіруге тырысамыз. Құдай қаласа, қорамызда асыл тұқымды ешкілеріміз көп болсын деп. Бұның анасы 6 литрлік. Осылай асыл тұқымды лақтарыңызды, немесе қозыларыңызды жетім қозы бақсаңыздар да, осылай алғашқы уақыттарда ең болмағанда бір 10 шақты күн беріп жүрсеңіздер, одан кейін арғарата алып кету оңай болады. Лақтың да, қозының да. Мына лақтың немесе қозылардың жақсы өсуіне осына седимин немесе элиавит деген уколдардың пайдасы өте жақсы. Болмаса, гамовит деген укол, бұл да жәндегі витаминный состав өте жақсы. Бұда да жәндегі мықты компоненттері бар, осы неген өсулеріне, дамуларына көмектесетін. Егер гамовитті салатын болсаңыздар, мына екеуін салмайсыздар, седимин мен элиавитті салмайсыздар. Егер де мынау седимин мен элиавит салатын болсаңыздар, ол кезде гамовит салмайсыздар, ауыр болып кетеді. Лақ немесе қозы туылған кезде седимин мен элиавитті 1,5 миллиграммнан 2 сан бұлшық еттеріне саласыздар.
лақ болсын, қозы болсын. Мен өзім көбіне гамовитті үлкен малдарға пайдаланамын. Қатты әлсіз болып тұрған малдарға ғана осы жәндегі гамовитті саламын. Бұлайынша осы элевит пен сидимин салам. Енді бұларды 1,5 миллиграмнан салу керек. Енді қазір сіздерге көрсететін болам, қай жеріне қалай салуға болады лақтың. Міне бірінші сидиминді саламыз. Қызылды басқыңғы болам? Міне сидиминді қазір 1,5 миллиграм аламыз. Жерде мынандай шприц болмағандықтан, міне ауасын шығарамыз дағына. Мына, қазір 1,5 миллиграм сидимин. Мына лақтың мына жеріне салсаңыздар болады. Мына жерде өз қуыс жері бар. Осы қуыс жерге саласыздар. Қазір салынды. Енді мынау элевит деген препаратты саламыз. Оны да 1,5 миллиграм аламыз. Қазір енді мына видео жөн түспей қалуы мүмкін. Кішкентай баламыз түсіріп жатыр, көмекші. Бұны да осылай 1,5 миллиграм алып аламыз. Бұны екінші аяғына, екінші аяқ бұл суретке. Болды. Осылай саласыздар дағына. Уқалау жеріңізді. Уқал салған жерді. Құда қаласы бұлай пайдасы тиетін болады. Мынау енді анасы уызы болмай қалған лақ болғандықтан осылай біз қазір көмектесіп жатырмыз. Негізі кез келген лаққа мен салам. Жаңадан туылған кезде, чтобы йод жетіспеушілік дегендер болмас үшін. Енді мен қазір элевит пен сидиминтті түсіндірдім. Дәл сол сияқты гамовитті де, бірақ гамовитті 1 миллиграмнан саласыздар. Гамовитті салғанда 1 миллиграмнан. Бұның күші өте көп. Бұны үлкен ешкілерге де, үлкен қойларға да салсаңыздар да болады. Былайша айтқанда гемобаланстан кейінгі жүретін мықты препараттардың бірі. Осы жәндегі өсіру үшін көденең жұмыртқасын мейлінше егер іштері ғұрылдап ертең күні салқын болмас үшін және бөденең жұмыртқасын сарысын жәндегі сүтке араластырып берсеңіздер, одан кейін осы элевит пен сидиминді осыларды жәндегі салып алғашысында мысалы үшін 1,5 миллиграмнан егер лақтың жағдайына қарай егер лақ қозыларыңыз кішкентай болатын болса 1 миллиграмнан салып 15 күннен кейін тағы да 1,5 миллиграмнан салып қайталайсыздар. Одан кейін әр жәндегі ай сайын солай қайталап тұрасыздар дағына, кейінен 3 айға ауыстырасыздар. Сол уақытта өте ширақ, өте жақсы болып өседі. Бағарларыңыз көбейсін, каналға тіркеле кетіңіздер, және де өз комментарияларыңызды, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер.